Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Баққожа Мұқайдың Өмірзая романының 52-ші тарауы. Сабақта жүзеге асырылатын оқу мақсаты: шығарманы идеялық жағынан мазмұндас туындылармен салыстыра отырып, әдеби сын жазу. Шерубай Құрманбайұлы былай дейді: ол асқар таулар аясында туған қазақтың намысшыл, өр мінез ұлы, тау мінез тұлға еді. Біз енді ағамызды сағынғанда, ерлікті іздегенде, қазақтың асқар армандары мен биік мұраттары туралы ойлағанда, көркем сөзінің сырына үңілгіміз келгенде, Баққожа Мұқай шығармаларын қолымызға алатын боламыз дейді. Оқушылар, сіздерді Өмірзая трагедиясының үзіндісін көруге шақырамын. Өзім сәл білініп кеткен екен. Бір жаман түс көрдім. Әлгі менің балам Иса өз-өзіне қол көтеріп жүр. Өз-өзін буындырады дейді. О, Құдайым-ау, өз-өзіне қалай қол көтереді екен? Мұндайды бәріміз де басымыздан өткізгенбіз, қария. Өз-өзін қорғай алмайтын қор заман болды ғой бұл. Өз-өзін қорғай алмайтын қор заман болды ғой. Сабыр етіңіз, ақсақал. Өзін қорғай алмайтын адам өзгені де қорғай алмайды. Ал біздің қоғамымыз дәл өзіміз сияқты әлсіз. Ал өзін қорғай алмайтын адамда арда намыста болмайды. Балабай, ар дейсің, намыс дейсің. Қайдағы ар, қайдағы намыс? Алдым басым көрінгеннің аяғасты болды. Мені саған ар, ұят, намыс. Зарымды ешкім тыңдамайды. Мен кімге керекпін, ұлым? Кімге? Ал, мен де бәленбай жылдан бері осында жатырмын. Жанымның айғайлаған аш жөнін ешкім естімейді. Естігісі де келмейді. Халқымның тағдыры мына менің тағдырым. Халқымды жамандауға аузым бармайды. Аяқсыға. Ондайларға бәрібір. Ұнатпаған адамын жындықанаға тыға салады, немесе түрмеге әкеп жабады. Құдайдан қорықпайтындар билеген қоғам, қария. Қой, артық кетпе ұлым. Артық кетпе, өмір бұл. Өмір деген не өзі, қария? Не өмір деген? Сіз бен біз, ақыл есіміз бүтін, соған қарамастан жындықанада жатырмыз. Өмір деген осы ма? Менікі жарайды делік. Ал сізге не жорық? Омырауыңыз толған Сөлкебай. Еліңізге еңбегіңіз сіңген, балаңыз жоғары лауазымды қызметте отыр. Не қып жүрсіз мұнда? Жалғызымның ісі бол. Интернаттың баласы ғой. Интернаттың. Отан ана, қария. Ана баласының бір қателігін кешіре салмаушы ме? Ал біз өгейміз. Өгейсің деп үнемі көзіңе шықайта тұрады. Кешірмегені өгейсің деген емей немене, қария? Менің бетіме түкірмеген сен қалып едің. Қария, кешіріңіз. Ай, Исажан. Өгейсің деп өкпесіне тепкілей берсе, ондайлардың төрінде қорқақтар мен суайттар, қарабасының қамышын әкесінде оққа байлап қалдырып кететін су жүректер қалмай ма, қария? Мен сіздің емес, қария. Бәрімізді осындай халге жеткізген Құдайдан қорықпайтындардың бетіне түкірдім. Сіз мені кешіріңіз, қария. Аңқасы кепкен сұм заманның шөлің менің көз жасын қандырар. Жоқ, қандырмайды. Жеті мен жесілдің көз жасыны қанбаған. Сұм заман. Жыла ес! Жыларсың да шыбанарсың. Бірақ ажал ақиқат. Бәріміз де өлеміз. Бәріміз де бақилықпыз. Құлыным! Келсі маған! Салқын самал, даламның ар ұятын қорғайтын
еркін боласаға, мен саған сенемін. Бұл тарауда жеке ауруханасында жатқан ес қария мен аяған қария өткен өмірі туралы сыр шертеді. Аяған өзінің ұстазы Алдияр Ақпанұлын қимастықпен еске алады. Ұстазының қылышынан қан тамып тұрған заманда басын қатерге тігіп, Кенесары бабамыз туралы зерттеу еңбегін жазғанын айтады. Асыл азаматтың қара басының қамын ойлайтын, қара ниет пенденің қолынан қаза тапқанын қинала еске алады. Ал аяған мен ауруханада бірге жатқан ес қарияның өткен өмір жолы көңіл қуантарлық емес еді. Ес қария: біз бәріне қызмет еттік қарағым. Тек адамға, туған халқымызға қызмет еткен жоқпыз. 77 жыл ғұмыр кештім. Біздің ғұмыр құлдықпен өтті. Өмір зая, өмірім зая. Деп, иегі кемсеңдей, көзінің жасы парлай, сол кезді еске түсірді. 77 жыл ғұмыр кешсе де, өткен өмірінің заяға кеткеннен налиды. Жалғыз баласының да, немересі ұлы истің де ана тілін білмей, мәңгүрт болып өмір сүріп жатқанына қиналады. Оқушылар, тарау мазмұнын түсінген болсақ, бүгінгі сабағымыздың мақсатына жету үшін тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма: аяған кімді үлгі тұтады? Оған қандай баға береді? Ал сендер қай кейіпкерді үлгі тұтар едіңдер? Оның қай іс-әрекеті, мінезі сендердің болашақтарыңа бағдаршам болмақ? Кестені басшылыққа алып, сипаттама беріңдер. Аяғанның үлгі тұтар адамы, яғни ұстазы. Оның мінезі, іс-әрекеті, ұстанымы, пәлсапалық ойларын жазасыңдар. Ал кестенің оң жағына менің үлгі тұтар кейіпкерім, яғни өздеріңнің үлгі тұтар кейіпкерлерің кім? Және сол кейіпкерлеріңнің мінезі, іс-әрекетін, ұстанымын, пәлсапалық ойларын жазасыңдар. Екінші тапсырма: Алдияр Ақпанұлының есімін естігенде ес ақсақалдың тынысы неге тарылады? Кестеде берілген кейіпкер сөздерінен мәселенің мәнін ашыңдар. Кейіпкер сөзі: сіздер ақылдан, ардан жаралған адамдарсыздар қария. Сіз оны білесіз. Бұл сөз қай оқиғаға қатысты айтылады? Ұстазын еске түсіру кезінде айтылған оқиға. Бұл сөздердің шығарма идеясына ашудағы рөлі қандай? Жазушы стиліне тән қандай ерекшеліктерді аңғарамыз? Қазақ халқының ұлттық болмысын дәріптеген қарттарды үлгі тұту. Оқушылар, келесі тапсырма әдеби сын жазу. Әдеби сын дегеніміз әдеби шығарманың бір түрі. Әдеби сын көркем шығармаға эстетикалық баға беріп, бейнеленген өмір шындығының көркемдік шындыққа қалайша айналғандығын саралайды, оның мән-маңызын түсіндіреді, әдеби өмірдің бүгінгі ерекшелігін айқындап, бағыт сілтейді. Берілген екі пікірдің туындауына себепті факторларды қарастырыңдар. Қоғамда неліктен бұндай пікір қалыптасты? Шығармадан мысал келтіріп, дәлелді жауап беріңдер. Бұл мәселенің бүгінгі күнгі өзектілігі неде? Сендер өмір сүріп отырған қоғамда осындай адамдар бар ма? Бұл мәселемен қалай күресу керек? Бірінші пікір: ұлтын сүймейтін, ана тілін білмейтін, жанның жәндіктен айырмашылығы қайсы? Себебі оларда тегі жоқ. Екінші пікір: ұлы істеген жалғыз немерем бар, қазақпын деуге намыстанады. Жарайсыңдар оқушылар. Ендеше
Мақсатқа жету жолындағы қадамдарыңызды жетістік баспалдағы арқылы бағалап қорытындылайық. Түсінбедім, сұрағым бар. Түсіндім, өте жақсы түсіндім. Сау болыңыздар оқушылар.